Саламатсыздар ма, алтын қыздар, ханымдар. Алтын жіп тігін мектебіне қош келдіңіздер. Ал ендеше бүгін марафонның екінші күні. Сіздерді осы марафонға қатысқандарыңыз үшін құттықтаймын. Сосын бүгін біз детский көйлек тігетін боламыз. Детский көйлек тігу үшін бізге кез келген осындай жылы жұмсақ мата керек. Негізі бұл мата шерсть. Өздеріңіз мата таңдап алсаңыздар болады. Міне. Ол қалаған матадан тіксеңіздер болады. Жұмсақтау болу керек. Сосын келесі керекті құралдар ол түстес жіп. Жіп аласыздар, оверлокпен жасайтын болсаңыздар, 3 жіп оверлокқа, 1 жіп машинкаға керек болады. Сосын пішетін қайшы. Оверлок жоқ қыздарға мен ұсынатыным осындай косая бейка дайын лента сатады. Осындай дайын лентамен қолдансаңыздар болады. Жалпы мата сетінеп кетпейді. Одан кейін бізге түйреткіштер керек, қол қайшы, қалам ручка, бор қажет, немесе сабын, кепкен сабынның бір бұрыш керек, қағаз қырқатын қайшы, сосын сызғыш. Менде осы екі сызғыш, егер мынандай сызғыш жоқ болса, кәдімгі қарапайым сызғышты алып сонымен қолданамыз. Сосын қайсы қызға тігетін боласыздар көйлекті, соның өлшемдері қажет болады. Егер де өлшемді аламадым десеңіздер, өлшемді мен сіздерге сол өлшемнің таблицасын жіберем. Немесе Google-да Анастасия Карфиатидің неше жасқа керек жалпы таблицасы, сол таблицаны алсаңыздар болады. Сосын өлшем алуды үйренем десеңіздер, өлшем алу сабағы біздің Алтын жіп YouTube каналымызда бар. Сол жерге подписаться етсеңіздер, бізде өте көп видеолар бар. Сондықтан сол жерде тегін өлшем алу сабағы бар. Содан қарап, сіз өлшем алуды үйреніп алсаңыздар болады. Сосын келесі бізге осындай ақ қағаз керек. Обойдың қалдығы да болады, осындай плакат та болады, клеенка да болады, кез келген ақ нәрсе. Газет болмайды, себебі газетте неше түрлі әріптер, суреттер бар. Ол жерде алаңдап ойларыңыз өзгеріп кетеді, сондықтан ақ қағазға сызғандарыңыз дұрыс болады. Ал ендеше кеттік. Ең бастысы сіздерге мына өлшемдер қажет. Мен өлшемдерді алып қойдым, жалпы таблицадан алдым өзім. Мына 8 жасардың өлшемдері. Обхват груди, мына жерде жақшада жазыңыздар, көкірек айналасы деп. Көкірек айналасы. Жалпы мен өзім орысша оқыған, бірақ сіздерге полный қазақша жеткізетін боламын. Обхват груди, көкірек айналасы 64. Мынау жарты өлшемі. 64-тің жартысы 32, бұл 4-тен 1 өлшемі 16. 64-ті 32-ке бөлеміз, 32-ні 2-ке бөлсек 16 болып шығады, 4-тен 1 бөлігі. Дәл солай, белдің айналасы 58, обхват талии, белдің айналасы 58 шықты менде. Бұл жарты өлшемі, бұл 4-тен 1 өлшемі. Мынау обхват бедер, бөксе айналасы. Мына бөксе айналасы менде 69 сантиметр шықты. Бұл жарты өлшемі, бұл 4-тен 1 өлшемі. Келесі длина спины до талии, белдің ұзындығы арқасынан. Белдің ұзындығы арқасынан менде 30,5 сантиметр. Келесі қадам бізде белдің ұзындығы алдынан керек. Ол таблицада жоқ, бірақ 1 сантиметр үлкендеу алсаңыздар болады. Мұны былай 31,5 деп жазыңыздар да. Мынау ДПТ деген өлшем белдің ұзындығы алдынан. Мына белдің ұзындығы арқасынан. Екеуінің аралығы 1 сантиметр жүріп жатыр. Ширина спины 27 сантиметр, оның жарты бөлігі 13,5 сантиметр. Длина плеча иық ұзындығы 9 сантиметр. Бұл таблицадағы глубина проймы 15,5 мен жаза салдым, бірақ біз оны қолданбаймыз. Ширина проймы 7,5, біз оны қолданбаймыз жалпы. Длина рукава, жең ұзындығы 45 сантиметр. Обхват руки, қолдың ең қалың жерінде. Жалпы мына қолтықтың тұсында ең қалың жері. Осы жерде 21,5 сантиметр. Сосын обхват запястья, білек айналасы 13,2 сантиметр. И высота бедер, бөксенің ұзындығы 13 сантиметр болып шықты. Ендеше осы өлшемдермен сызбаны сызуға кірісейік.
Қыздар, жалпы бізге көп сызба керек емес. Тек қана бір сызбаны сызамыз и жеңіл сызбасын сызамыз да. Вот осылай. Мен мына жерде мұны мынаншағып алдым. Мұны қараңыздар, 37 сантиметр. Даже артылып та қалады менде. Осылай перпендикуляр етіп сызып аламыз да. Сосын мына жерден А нүктесін қоямыз. Сосын ең алғашқы қадам ДСТ өлшемін өлшейміз. Оны 30,5 сантиметр. А нүктесінен Т нүктесіне дейін 30,5 сантиметр өлшеп, мұны мен Т нүктесін қоямын. Т ол белдің нүктесі. Келесі қадам Т нүктесінен бұлай сызамыз. Келесі қадам линия проймы табамыз. Көкірек айналасында. Мұны қараңыздар. Осы сызықты 30,5 сантиметрді біз 2-ге бөлеміз. 15,2. Оннан 25 солай шығатты. Мұны. И плюс 1 сантиметр. 16,2 осылай болып шықты. Ал енді таблицадағы, мұны қараңыздар, глубина проймы 15,5. Бізде 7 миллиметрге көбірек. Жалпы қолтыққа тірелмейтін болады, сонда 7 миллиметрге көбірек болады. Так. Өздеріңізді осылай тексеріп отырсаңыздар. Бұл Г нүктесі. Г нүктесі. Енді келесі, так, белге дейін жасаймыз. Енді келесі қадам бізде Адан 10-ға қарай 6 сантиметр береміз. Жалпы детскийда біз 5 беруші едік, но бұл 6 көйлек болғандықтан біз 6 береміз. Келесі қадам Адан төменге 1,5 сантиметр береміз. Мұны 1,5 сантиметр. Енді мойнымыз думалақ болғандықтан біз осылай думалақ етіп қосып аламыз. Енді келесі Г нүктеден Г1 нүктеге дейін бізде мұны обхват груди 4-тен 1 бөлігі 16 сантиметр болып шықты, я? 16 сантиметрге мен 1 сантиметр свободаға беремін. Свобода. Вот. Значит, 16-ға 1-ді қосса 17 сантиметр болып шығады. Вот осы 17 сантиметрден төменге қарай мен перпендикуляр сызам. Г1, мына жерге Т1 деген қоямыз. Енді бізде мұны ширина спины деген өлшем бар, 13,5 сантиметр. Демек, и плюс еще 0,5 қосамыз. 0,5 қосамыз. Демек, 13,5-ға 0,5 қосқанда свободаға 0,5 қосамыз. Значит, 14 сантиметр береміз. Г-дан Г2 нүктеге дейін 14 сантиметр береміз. Г2. Бұл нүктеден жоғарыға қарай перпендикуляр сызамыз. Мына жоғарыда П нүктесі. Әрі иық, я? Осы П нүктеден төменге қарай 1,5 сантиметр береміз. 1,5. 6 мен 1,5-ды қосамыз. Сосын бізде, қараңыздар, длина плеча деген өлшем бар, 9 сантиметр. Демек, мен 6 нүктеден төменге қарай 9 сантиметр өлшеп алам да, мұны 9 болып тұр менде. Вот осы. Мұны менде 9 сантиметр болып тұр. Мына жерге длина плеча или 9 сантиметр деп жазып қоям. Енді мен қолтықтың ойындысын әдемілеп сызуым керекпін. Мұны бұлай келеді. Мұны. Ешқандай лекаланың көмегісіз осылай сызып аласыздар жалпы. Мына жерге қанша бердің, мына жерге қанша көтердің десеңіз, мен қазір сізге өлшеп берем мұны. Жалпы мына жерде 3 сантиметр кетті. Сізде одан да аздау болуы мүмкін. И мына жерде менде мұны 3 болып тұр да. Сонда мына жерде қанша болса, мына жерде де сонша болу керек. И биссектриса. Биссектриса менде 1,5 сантиметр болды. Вот примерно осылай болады.
міндетті түрде сызбаны сызып жатқан кезде менен бір көріп сұрап алсаңыздар болады. Енді қараңыздар, келесі қадам бізде міне келесі қадам бізде белдің айналасы кішкене белге приталенный болу керек. Сондықтан 4-тен 1 бөлігі 14,5 болып тұр. Плюс бір свободаға кішкене бостау болу керек қой, сонда 15,5 болу керек. Енді мен мына жерден қарайым да, міне 15,5 сантиметрімді өлшеп аламын. Мына жерге Т2 нүктесін қоямын. Енді осы Т2 нүктемен мына нүктені қосамын. Мына бізде арқасы дайын болды. Арқасы дайын болды. Мен кәдімгідей қырқып аламын мұны. Вот осылай. Осыған қарап біз қазір алдыны сызатын боламыз. Бірден матаға сызып кетуге болар еді. Сіздерді түсінбей қалады деп мен қағазға сызып жатырмын. Белден қиылатын болғаннан кейін, үнемі мен айтам қыздарыма, 1 сантиметр на белден көтереміз. 1 сантиметр белден көтереміз да, и сразу ақыр белден қиылған болады. Значит, 1 сантиметр көтеріп барып қиямыз. Сол кезде екі жаны салбырап тұрмайды. Вот осындай құпияны сіздерге ашып бердім. Енді дәл осы лекаламен, мына қараңыздар, бізде белдің линиясы бар, менің линиясы бар. Мына жерден дәл осылай копировать етемін. Давайте мен Г-ның линиясын мынаны жалғастырайық та жалпы. Міне. Енді осыны полный копировать етіп сызып аламыз. Видимо, мына сызық төменге түсіп кеткен. Вот осы жер. Міне. Енді осы жерден, мен бағана айтқандағыдай, бізде ДПТ мына өлшемде қараңыздар. Белдің ұзындығы алдынан 31,5 сантиметр. Демек, мен 31,5 сантиметрді мына жерден көтеремін. Вот, мына. Ш нүктесін қойсақ болады. Мына Ш нүктесін. И осы жерден перпендикуляр сызып алам да. Так, мына жерден 6 сантиметр берген едік, значит 6 береміз. Мына 6. И мына жерден 7 сантиметр береміз. Ш нүктеден төменге қарай 7 сантиметр береміз. Енді вот осылай мойнымыз думалақ болғандықта осылай қосып аламыз. Вот осылай. Енді 6 мен мына точкамен 6-ны қосамыз. Бізде 9 сантиметр болып шығу керек. Мына 9 сантиметр болып шығу керек. И алдыңғы ойынқылау болу керек та. Сондықтан осының ортасын табамыз да, мына сызықпен мынаның арасын табамыз. 15,5 болса, 15,5-ның жартысы так, 7,5, 7,7 ма? Осы жерлерде, міне, осы жерлерде болады да. И вот осы жерлерде 1 сантиметр емес, төменге 1 сантиметр түсеміз да, вот осы жерден. И 1,5 көп болады, где-то 1,2. Вот осылай. Жалпы бізде ол қадалып қалған не емес, бірақ міне.
Вот, осылай болу керек. Бір бүтін оннан екі. Размер кішіреген сайын, мына перпендикулярда азаятта бір болуы мүмкін. Вот. Бұл жалпы алды. Енді алдыны қалай қырқамыз? Мен сіздерге қас көрсетемін. Алды қай жер екенін. Мынаған қарап, біз мынаны сызып алдық, я? Мына 6 деген нүктеден 7 деген нүктеге дейін, мына 6 деген нүкте, мынау жаңа 9 деп шыққан нүктеміз, мынау ойынқы деген жеріміз, и бұлай. Мына төменге бұлай кетеді. Осы жермен қырқып аламыз бұлай. Осы лекалы әдемі тұратын болады. Вот. Жазамыз. Алды. Арты. Енді бізге жең керек. Осы өлшемдеріне біз жең сызып аламыз. Юбканы өздеріңіз өлшеп аласыздар. Юбканың ұзындығын. Ұзындау болса жақсы ғой, ендігі жылда киеді. Мен, наверное, 45 сантиметр жасайтсам. 45-те көп болады, 40 сантиметр болатын шығар. Даже тізеден түсіп тұрса да әдем болып тұра береді ғой. Ең бастысы, так, қайтадан перпендикуляр бастаймыз. Жалпы жеңнің ұзындығы, длина рукава 45 сантиметр. Вот осы 45 сантиметрді мына нүктеден, төменде мұны 45 сантиметрімізді өлшеп аламыз да, мына нүктені қоямыз. Демек, мынау А нүктесі, мынау Н нүктесі. Линия низа деп айтады орысшада. Бұл етегіміз болады да жеңні. И осылардан перпендикуляр сызып аламыз. Келесі қадам, келесі қадам бізде Адан Р нүктеге дейін. Бұл мынандай формуламен есептеледі. Обхват груди плюс, бөлеміз 4-ке, плюс 2 сантиметр. Обхват груди бұл 32, да? 32-ні 4-ке бөлгенде 8 болады. 8-ге 2-ні қосқанда плюс 2, 10 сантиметр болады. Демек, А нүктеден төменге қарай 10 сантиметр өлшеп аламын. Мына жерде Р нүктесі. Вот. Осылай есептейсіздер осындай формуламен. Енді Р нүктесінен де перпендикуляр сызып аламыз. Енді Р нүктесінен R1 нүктесіне дейін бізде обхват руки 21,5 сантиметр болып тұр, я? Осыған біз 2 сантиметр 22,5 болады да? Так, 21,5, 2 сантиметр қоссақ 23,5 болады. Мына жерге жазыңыздар. А нүктеден Р нүктеге дейін тең. Обхват груди, көкірек айналасы бөлеміз 4-ке, бұл формула плюс 2 сантиметр. Менде обхват груди 32 шықты. 32-ні бөлеміз 4-ке, жарты өлшемі да, бөлеміз 4-ке и плюс 2 сантиметр қосқанда 10 сантиметр шықты. Енді R-дан R1-ге дейін тең. Обхват руки, қол айналасы плюс 2 сантиметр. Менде қол айналасы, так, обхват руки 21,5 шықты и плюс 2 сантиметр.
23,5 сантиметр болу керек. Вот мен мына жерден 23,5 сантиметр өлшеп, R1 нүктесін қойдым. Енді осы жерден перпендикуляр сызамын. Вот. N-ға қарама қарсы N1 нүктесі, A-ға қарама қарсы A1 нүктесі. Енді осы жерді тең 4-ке бөлеміз. Яғни бірінші 23,5-ды 2-ке бөлгенде, так, 11,5, 11,7 болады. Қазір. Так, 23, 11,5, 11,7, я. 11,7. Осылай болады. Мына жерге R2 нүктесі. R2. Бұл жеңнің центр болады жалпы. Центр. Жеңнің центрі бұл. Міне. Енді осы жерлерді 2-ке бөліп отырамыз. Осы жерлерде болады. Я, осылай. Мына жерге R3 нүктесін қоямыз, мына жерге R4 нүктесін қоямыз. Осылай перпендикуляр сызып аламыз. Енді R2-ге қарама қарсы A2, R3-ге қарама қарсы A3, R4-ге қарама қарсы A4 нүктелерін қойып аламыз. Енді келесі қадам. A3-тен төменге қарай тең ОГ, мынандай формула, бөлеміз 8-ге плюс 1 сантиметр. 32-ні 8-ге бөлгенде, менде 4 сантиметр болады. 4-ке 1-ді қоссам 5 болады. А4-тен төменге қарай 5, низ 5 деймді. Формула тағы да. ОГ бөлеміз 8-ге минус 1 сантиметр. 32-ні бөлеміз 8-ге минус 1 сантиметр болса 3 сантиметр. Үнемі осының аралығында 2 сантиметр жүреді. Если 2 сантиметр болмаса, значит сіз дұрыс есептемегенсіз. 3 сантиметр. А3-тен төменге қарай 5 сантиметр өлшеп аламын. А4-тен төменге қарай 3 сантиметр өлшеп аламын. Енді осы точкаларды, мына точка 5, мына точка 3. Қосып аламын бұлай. Вот. Осылай қосамыз. Енді R нүктемен мына 5 нүктенің ортасын өлшеп аламыз да, қақ жартысын табамыз. 7,5 болса, менде 3,7 солай болады да, осы жерлерде жартысы болады. Мұнаның жартысын тауып аламыз. Мұнау сызықтың жартысын тауып аламыз. И мұна сызықтың жартысын тауып аламыз. Так, 8-де 6 болса, 4-де 3 болады ма? Вот. Енді осы жерден мен 1 сантиметр перпендикуляр беремін. Мына жерден 1 сантиметр перпендикуляр беремін. Мына жерден 1 сантиметр перпендикуляр беремін. Ал мына жерден мен 0,8 перпендикуляр беремін. Мына 1, 1, 1, 0,8. Енді қазір точкаларды қосамыз. А2-ден 1-ге дейін и 5-ке дейін бұлай қосамыз. Сосын мұна 1-ге дейін и мұна R нүктесіне дейін. Вот. Ешқандай декаласыз, ешнәрсе. Сосын А2-ден мұнау 1-ге дейін, 3-ке дейін. Даже бір емес, где-то 0,8 болады. Бір болса қатты жоғары шығып кетіп жатыр. И мұна 3-тен 0,8. Вот. Значит, мына жер 0,8. Детский кішірек жүреді, взрослыйға қарағанда. И мына жерде. Вот.
Мен сіздерге фломастермен сызып көрсетейін. Міне болады біздің головкасы. Өте әдемі қонады, әдемі жең болады. Вот. Кішкене жеңнің формасы әдемі болсын десеңіздер, 1,5, мына жерден де 1,5 сантиметр ішке аламыз. Ішке қарай міне 1,5 деп жазам. Сызбада қыздар, әр цифрдың, әр әріптің мағынасы бар. Неге R? Рука деген сөзден, я? Міне. Енді жеңді қырқамыз. Дәптерлеріңізге осы сызбалардың конспекттерін жазып алып қойыңыздар. Үнемі сіздерге керек болады. Ертең күні неберелеріңізге болса да тігіп аласыздар. Қыздар енді алды, арты дайын, жеңі дайын, өлшемдер бар. Енді мына қағаз бізге керек емес. Жалпы юбканы матада уже пішеміз. Ал ендіше жұмысқа кірісейік. Ал қыздар, пішуге кірісейік. Матаны мен 2 бөліп бүктедім. Мына 10 беті, мына матаның шеті, негізі матаның шетін қырқып отыру керек, но мына кромкада тартып тұрған жоқта матамды. Содан кейін мен қырқып тұрған жоқпын. Енді мына алдыны бүктелген жерге қойып аламын. Алдын сразу түйрегішпен түйреп тастаймын. Жалпы маған бір енге алды, арты и жеңі сияды. Міндетті түрде тігінен пішу керек. Ана түйрегіш бір ашарма деймін. Так, осылай. Енді жеңді де осылай қойып алам. Міне, менде бір енге алды, арты, жеңі бәрі сиып тұрды. Осылай қойып аламыз. Сразу осылай сызып, буырмен. Осы марафоннан кейін сіздер қыздарыңызға пәлен ақшаға көйлек сата алмайтын боласыздар жалпы. 1 метр, 1,5 метрден көйлек шығарып отыратын боласыздар. Мінекей. Енді мынандай линейканы алып, мен перпендикуляр шығарып аламын да, юбка пішемін қазір. Қараңыздар, маған 90 градус болу керекті. Юбканың ұзындығын 40 сантиметр істейін дедім да. 40 жақсы болады. Бірақ сіздер өлшеп алыңыздар.
Так, мына жерден 40. Мына жерден мына 40. Кішкене айнада. Мына жерден 40. Вот. Мынанша қалып тұр. Әлі. Егерді көреміз, юбка. Осының өзінен юбка әдемі енді болып шығады. Осының өзінен. Енді қырқуға кірісейік. Бісміллә деп. 1 сантиметр тігіске бердім. Жанынан да 1 сантиметр беремін. Қолтығынан да. Мойын жақтан бермеймін деймін да, егерде жаға тігетін болсақ бұған, да? Мынандай думалақ жаға тіксек те болар еді. Сіздер енді марафон болғаннан кейін ішінде новичоктар болады, сондықтан новичоктар қиналып қалады жаға тігуденші. Негізі ойландым, мынандай жаға көрсетем депші. Вот. Бұндай жаға тігу үшін мен отдельный видео дайындаймын. Егерде осындай жаға тігетін болсаңыздар, отдельно мен сіздерге видео дайындаймын осыған. Жаға тігемін дегендерге, мындай детский көйлекке, мына жерге де бұлай тұратын жағалар болады ғой. Бұлай. Алдыда, артыда жаға. Сондайды кейін отдельно видео дайындаймын сіздерге. Бүгін біз жағасыз тігетін боламыз. Если жағаға беретін болсаңыздар, ол кезде 0,5 сантиметр тігіске бересіздер. Так, алды дайын, артында тігіс болады. Артында сіздер 2 сантиметр берсеңіздер болады тігіске. Жалпы не үшін? Размер өзгеріп атса, содан жібере салуға болады да, содан кішкене кеңейеді. Сондай бір нюанстар бар. Мына жағадан бермейміз. Алдынан бермеген болсақ, арқасынан да береміз. Вот. Жалпы тігіс мына жерде болу керек. Осыны бормен белгілеп аламыз. Тігіс осы жерде болады деп. Арты дайын. Енді жеңге кірсеміз. Давайте мына юбкасын да пішіп алайық. Пішер кезде, қыздар, қараңыздар, көрдіңіздер ме? Мен матаны көтермеймін. Қолмен осылай ұстап тұрамыз. Қайшы қырқады өзі. Кейбіреулер бар, матаны көтеріп кетеді. Дұрыс емес ол. Қайшы өтпес отырған. Жалпы боковой шов жоқсыз, мынандай юбка болып шығады. Қазір көреміз, жинап, складка жасаймыз. Алдына складкаға жететін сияқты есептейміз қазір. Так, юбкасы дайын болды. И мынау жеңі. Мына кусок. Қыздар, мынау алды. Жазып қойық, алды екен. Демек, мынау арты. Сондықтан біз алтына қарай кішкене тіліп белгі қойып қоямыз. Себебі бір жеңі 10 қол, бір жеңі сол қол болып шығады.
Так, міне. Центрді тіліп дайындап аламыз, міне. И алды екеніне де осында тіліп дайындаймыз. Сонда алды и центр екенін біліп отырамыз. Так. Так, юбкасы алды арты дайын болды. Енді біз аптачка дайындауымыз керекпіз да, сонда сразу пішіп алайық аптачканы. Мына жерде бір қалдық маталар бар. Осы кусоктардан аптачка жасап аламыз. И еще біз пояс жасасақ болады, я? Аптачка не ол? Қазір қырқа берейік, кейін сіздерге айтам не екен, я? Міне. Бұлай бірдей жағамен бірдей қылып сызып аласыздар, мұнаны бірдей қылып сызып аласыздар. И осылай қырқамыз. Алты сантиметр тігіске береміз. 6 сантиметр болады да ені, аптачканың ені. Вот. Енді арқасына да аптачка жасаймыз. Арқасында тігіс болады, сондықтан тігіспен қосып есептейміз. Вот. Дәл осылай жасайсыздар. Мына жерден қиямыз. Енді мұнаның ені 6 сантиметр ғой, дұрыс па? Значит, бұны да 6 сантиметр қылып жасаймыз. Екеуі бірдей болу керек. Мына 6. Демек, арқасына где-то 7 қылуға да болады, әдемі көрінеді. Сонда 6 келіп, бұлай 7-ге өтіп кетеді, сонда. Осылай әдемі болады. Бұл да дайын болды, түйрегішпен түйреп, бұлай дайындап қоямыз. Так, жеңі, аптачкалар бәрі дайын. Так, пояс. Белдік қалай болады екен? Белдік әдемі болатын сияқты, давайте белдікке алайық. Осылай есептейміз. Примерно осындай болса белдігі, осылай болса әдемі шығатын сияқты. Вот осылай есептейміз. Но мұнау бір ен ұзын болатын сияқты, сондықтан қанша сантиметр екен? 11 деп тұр. Вот осы 11 сантиметр. Сонда қыздар сіздерге көйлекке 1 метр спокойно кетеді. Жарты метрден тағыры сіңлісіне ма теге салуға болады. Енді біз қыздар полный көйлекті пішіп қойдық, енді тігуге кірісейік. Қыздар, ең алғашқы біз не істеп аламыз? Ең алғашқы біз мынандай аптачкаларға дублерин жапсырып аламыз. Дублерин деген не ол? Ол осындай марлі сияқты мата, бір беті клей, бір беті осындай мата болады. Ал енді клей жағын базарларда бұл қымбат тұрмайды. 500 бен 1000 теңгенің аралығында тұрады. Сіздерге осы детский көйлекке көпті керек емес, бір 10-20 сантиметр. И осылай қойып, мына клей жағын, мына теріс жаққа қойып, бұлай жапсырамыз жалпы. Пармен ыстық пар берген кезде ана матаның клейі еритті, мынаған жапсады. Қара болсын, ақ болсын, разница жоқ. Менде қазір қолымда осы қара болып тұрған соң
қара неғып тұрмын да мен. Ақ болса одан да жақсы еді. Ақ болмай тұр. Вот. Жабыстырып алдым. Жалпы мына клей бұл жабысады. Ажырамайды. Ажырамайды деп өзім ажыратып отырмын ба? Міне. Прямо 15 секунд тастаймыз. Енді алдына да мен өз басым осылай істеймін. Бірінші бетін осылай жасап аламын да, осылай екі бүктеп. Себебі матадан ешқандай деформация болмау керек та. Сосын кішкене ашып, вот осылай жабыстырып аламыз. Артық дублеринді қырып тастаймыз. Үтіктейтін жерлеріңізде дублериннің қалдықтары қалмау керек. Себебі кейін көйлек үтіктеп атқаныңызда ол клей жабысып кетуі мүмкін да, содан кейін дублериннің қалдықтарын тазалап отырамыз. Ал енді заготовкамыз дайын болды, кеттік. Ең біріншіден оверлок жасап аламыз. Жіптерімді дайындап қойдым алдын ала. Пышағы түсіріп тастаған екен қыздар. Вот. Осылай оверлоктап аламыз, сосын арқасында екі жағын ғана оң бетінен оверлоктаймыз, қыздар. Мына оң беті сізге қарап тұру керек. Иықты да сразу оверлоктап алсаңыздар болады, иық жағын. Так. Арқасының иығы, жаны, арқасындағы тігісі оверлок жасап қойдық жалпы. Енді алдының тоже. Екі жанын и иығын оверлок жасап аламыз. Так, бір жібі үзіліп қалды. Кейде осындай жіптерден осындай бірақ келеді.
Так, алды арқасы аптачканы оверлок жасап қойдық. Енді машинкаға тігеміз.